лифтинг, сонымен қоса статика жағын качать ететін боламын. Сол себептен достар, сосын кәдімгі қарапайым гантельдер бар. Соны айтайын дегем, міне кішігірім бөлме көрсеңіздер болады. Міне осы жерде сабақты оқимын, сосын тренировкада істеймін. Артыма туды көріп тұрғандаршылар, біздің туымызға ұқсас Астананың бұрынғы флагы, соны іліп қойғам. Бұл жердің ремонты бітпеген дегенмен тренировка істеуге, сабақ оқуға өте керемет. В общем, достар, осындай сіздерде жасай аласыздар. Сіздерге ең бастысы өзіңізге ниет қою керек, сізде мақсат болу керек, спортпен айналысам деген. Сол бізде талай жаттығатын жерлер болды. Мен өзімнің немді ашқан болатын, бұрынғы видеоларды көрсеңіз болады. Осындай залым болған, бұрын ескі емес, бірақ ол өте маған прогресс жақсы берген сол жер. Ал осы жер маған жаңа бағытта көмектесіп жатыр. Өздеріңіз көргенде мен қазір статикадан горизонт, сосын горизонттан кейін передний вес ұстап жатырмын. Жақын арада жаңалықтар болады, достар. Сол себептен осы жерде видеолар түсіреміз, обучалкалар. Сау болыңыздар. Айтпақшы, мен каналыма және мен инстаграмға тіркелуді ұмытпаңыздар. Инстаграмға салып отыратын боламын. Не істейтінімді, қандай элемент үйреніп жатқанымды, сол себептен. Сау болыңыздар. Менің негізгі мақсатым ютубта канал ашу себебім ол өзім сияқты балалардың спортпен, сосын өзіне ұнайтын іспен айналысқан қалаймын. Бірақ достар, мен өзімнің ұнайтын ісімді әлі тапқан жоқпын. Табам деген үміттемін. Достар, осы залда келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Мен каналыма келіп лайк басып ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Тоқтатпаңыздар.